Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен 2025 жылда хит болған пирогтың рецептісімен бөліспекшімін, яғни Орео пирогын. Орео пирогын ерекше бір әдіспен дайындайтын боламыз, сондықтан да каналдан ауыспаңыз. Және де видеоны көрместен бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып, колокольчикті де басып қойыңыз. Менің каналымда сізге арналған өте көп рецепттер болуы мүмкін. Сізге ұнайды деген сенімдемін. Сондықтан да каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен осындай бізге таза ыдыс қажет. Ыдыстың ішіне бір жұмыртқаны салыңыздар. Және де қантты. Мен ингредиенттердің барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде сонда қараңыздар. Венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен кішкене араластырып алу керек. Себебі жылы майды құйған кезде жұмыртқа пісіп қалмас үшін бірденен араластырып отырып, ертіліп тұрған майды құйыңыздар. Менде бұл жерде майдың проценті 72,5% майлылығы. Міне жақсылап үшеуін біріктіреміз. Енді бірденен електен өткізілген ұнға ұн қопсытқыш және де какао ұнтағын қосамыз. Жақсылап араластырып алуымыз керек. Міне дәл видеодағыдай. Енді сұйық массамызға құйып, жақсылап қолымыздың көмегімен немесе осы қасықтың көмегімен араластырыңыздар. Толықтай барлық ұнды бірденен қосып араластырсаңыздар да болады, немесе жайлап екіге бөліп араластыруға да болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша. Бастысы өте жұмсақ, бір қолға жабыспайтын қамыр пайда болуы тиіс. Міне қамырымыз дайын, осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын, дәл пластилин сияқты, гермексаз сияқты болып шыққан. Қараңыздар, байқасаңыздар, қолға мүлдем жабыспайды, және де жұмсақ. Тоңазытқышқа бір жарты сағатқа начинкасын, салмасын дайындап алғанға дейін салыңыздар. Салафанға салып қойыңыздар міндетті түрде, немесе бетін жауып ыдыста қойыңыздар. Енді начинкасына кірісеміз. Бұл жерде менде дүкеннен алынған 20% қаймақ, сүзбеде дүкеннен алынған 4% майлылығы өте төмен. Қаймақ майлы болғандықтан мен 4%-ын алдым. Барлығын бір-бірінің үстіне осылай сала беріңіздер. Бұл жерде менде 2 жұмыртқа, дүкеннен алынған. Егерде қолдың жұмыртқасы болса өте жақсы болады. Пирогтарыңыз өте сап-сары әдемі болатын болады. Менде бұл жерде қант, егерде қант ұнтағын қоссаңыздар да керемет болады. Сондықтан да қант ұнтағымен алмастыруға болады қантты. Венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен осылай жақсылап араластырыңыздар. Мен блендер қолданып жатырмын, бірденен жақсылап езіп алу үшін. Егерде сіздерде блендер болса, өте жақсы болатын еді. Бір келкі масса болып шығады. Осы кезде пештеріңізді 180 градуста қыздырып қоя беруге болады. Міне салмамыз осымен дайын. Орео печеньесін ішіне турап саламыз. Дайын болған салманы бір шетке қойып, қамырын жаюды кірісеміз. Менде форманың диаметрі 22, негізі 20 етсеңіздер, пирог кішкене көтеріңкі болады. Биіктеу болады, сондықтан да 20 сантиметрлік диаметр етсеңіздер де болады. Осылай қолдарыңыздың көмегімен жайыңыздар, немесе сыртта оқтаудың көмегімен де жайып алсаңыздар болады. Мен бірденен формаға салып, осылай жайғанды жөн көрдім. Бірденен бортиктерінде жоғары қарай осылай қысып, жақсылап жайыңыздар. Міне дайын болды. Шанышқының көмегімен бір келкетіп осылай тесіп шығыңыздар. Видеодағыдай міндетті түрде толық пісу үшін астыңғы жағы. Бірденен дайын салмасын осылай құйып шығыңыздар. Осы кезде пештеріңіз 180 градуста жақсы қызып тұруы тиіс. Бетіне Орео печеньесінің осылай бүтінде қоятын боламыз, ортасын ашып.
печеньелардың ортасындағы кремін алып тастаған дұрыс. Пышақпен қырып алып тастаңыздар, себебі пирог піскеннен кейін дәл печеньенің үстінен кескен кезде печенье жұмсармай тұрады. Сондықтан да печеньенің астындағы міндетті түрде кремін алып тастаңыздар. Мен осы жағдайда ұмытыппын. Сол себепті де пирогты кескен кезде сәл қиындық тудырды. Дәл осы бетіне салатын печеньелердің ғана астындағы кремін алып тастаңыздар. Ал ішіне қосатын турап салынған ореоның ішіндегі тиіспеңіздер. Міне пирогымыз өте әдемі болып пісті. Менде пирог 180 градуста 27 минуттың ішінде пісіп шықты. 25-30 минуттың аралығында конвекция режимінде осы уақытта тез пісіп шығады. Беті қатты күйіңкіреп пісіп кетпесін. Формадан толық 2-3 сағат суығаннан кейін барып шешіңіздер. Байқағандарыңыздай өте оңай шешіледі. Майлы песочный тесто болғандықтан мен сіздерге кесіп ортасын көрсетейін. Менде бұл жерде 1,5 сағат қана өтті. Начинкасы қатып үлгермеді. Ауызашар уақытысы болғандықтан мен бірден кесіп жатырмын. Міне іші осылай болып шықты. Өте әдемі воздушный болып шыққан. Міндетті түрде сүзбемен дайындап көріңіздер. Тек қана қаймақпен емес, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дәмін көріп жатырмын. Дәмі өте керемет болған, воздушный. Өте дәмді болған, себебі қаймақпен сүзбе бірге қосылғандықтан өте керемет болған. Егер де тек қана қаймақпен жасап жүрсеңіз, осылай сүзбемен де ерекше етіп дайындап көріңіз. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Астына өзіңіздің пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз, және де лайк басып кетіңіз. Ас болсын.